Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге «Я иду искать» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Значит, вы были правы. Оқиға екі баланың біреуден қашып келе жатырғаннан басталады. Олардың біріншісі шкафқа тығылады, екіншісін жарақаттанған ер адам келіп ұстап алады. Ол баладан көмек сұрайды, ал бала болса, ол осында деп шақырады. Адамдар арасында оларға жігіттің қалыңдығы тоқтаңдар деп айқайлап жатады. Оған ешкім қарамады, жігітті өлтіреді. Кейін арада 30 жыл өтеді. Екі ғашық Грейс пен Алекс отбасын құрмақ болады. Олар сол оқиға болған үйде. Кейін бөлмеге Дэниел келіп інісін құттықтайды, сосын төменде күтеміз деп кетіп қалады. Бір сәтте Алекс Грейске бұл жерден қашып кетейік дейді. Грейс оған ештеңеде түспей қарап тұрады. Ғашықтар неке қиюға төменге түседі. Грейске Алекстің анасы бірнеше кеңес береді. Сөйтіп жас жұбайлар үйленеді. Барлығы оларды құттықтауда. Кеш болды. Бөлмеге Алекстің тәтесі Элина келеді. Сендерді бәрі төменде күтіп отыр дейді. Қыз күйеуінен неге шақырып жатыр деп сұрайды. Сосын Алекс қызға отбасымызға келген әр адам жеребе арқылы таңдалған ойынды ойнауы керек дейді. Әртүрлі ойындар көрсетілген карталар түседі. Бастысы жеңу емес, қатысу дейді. Қызға осы ойыннан соң отбасымызға қосыла аласың дейді. Грейс бұл әзіл деп түсінеді. Алекстің әкесі одан Грейс ойын туралы білмейді ме деп сұрайды. Алекс жоқ деді. Әкесі оған жеребеде әлгі ойын шықса не істейсің дейді. Жігіт үндемеді. Солай отбасы жинала бастады. Грейс пен Бекки отбасы туралы сөйлесе бастады. Эмили мен Фридж екі баласымен кешігіп келеді. Ол Алекстің әпкесі. Фридж күйеуі таныстық біткеннен кейін үйдің отағасы барлығы бір бөлмеге жиналады. Алекстің әкесі біздің атамыздың атасы Виктор өте кедей балықшы болды. Ол бір күні балықта жүреді. Мистер Лепейр есімді адамды кездестіреді. Екеуі балыққа ішіп карта ойнаған. Сосын мистер Лепейр Викторға қара картаны көрсетіп, кез келген бизнесінде қаржыландырамын, тек құпиясын аш деген. Виктор ашқан екен. Томми қорапқа картаны салып, қандай ойын ойнайтынын қарап шешеді. Грейс картаны суырады және де оған тығылыспақ ойына түседі. Алекс шок болады. Томми оған сен үйде тығыласың. Біз 100-ге дейін санап сені іздейміз. Таба алмасаң сен ұтасың дейді. Қыз бұны әзілде ойлап тығылуға кетеді. Томми есік-терезелердің барлығын құлттап бәріне қару таратады. Осы кезден бастап біз ойынның құпиясын білеміз. Грейс ас бөлмедегі лифтіге тығылады. Ойын басталды. Анасы Бекки Алекске ойынға қатыспа, бәрі жақсы болады дейді. Олар Алексті сол бөлмеге қамады. Черет те оны күзететін болды, бірақ жігіт құпия жолмен бөлмеден шығып кетеді. Барлығы іздестіруге шықты. Черет те Алекстің жоқ екенін көреді. Ал Грейс болса лифтеден жалығып сыртқа шығады. Осы кезде коридордан қызметші Клараны көреді. Содан кейін Алекс Грейсті басқа бөлмеге әкетеді. Олардың артынан Клара да келеді. Бір кезде ол шығып бара жатырғанда оны басынан атады. Сөйтсе Эмили қызметшіні қалыңдықпен шатастырып алған екен. Томми бәріне Грейске өлмеу керек және ол бізге рәсімге керек дейді. Олар бөлмеден шығып кеткенде Алекс Грейске оны ойын туралы барлығын айтып береді. Ол саған ең жаман тығылыспақ ойыны келді. Олар сені таң атқанша өлтіруі керек. Олай болмаса менің отбасым қарғысқа ұшырап кедей болып қаламыз деп сенеді дейді. Және де үйден қашу жолын көрсетіп жібереді. Қыз бөлмеден шығып бара жатқанда отбасын көреді. Сол кезде Эмили қызға оқ жаудырады. Қыз олардан қашып көмек шақыруға барады, бірақ та телефон жасамайды. Грейс ас бөлмеге келді. Кейін бөлмеге ағасы Дэниел да келеді. Ол қызға қашуға ойын шарты бойынша 10 секунд береді және де қыз кеткеннен кейін барлығын шақырады. Қыз қашып кетеді. Кеткесін Грейс осындай деп шақырады. Бөлмеге Черетте әйелі келді. Дэниел мен ойынға қатыспаймын дейді. Отбасы бір жерге жиналады. Эмили тапаншаның жоғалтып алғанын айтады. Күйеуі оған өзінің қолындағы арбалетті береді. Олар қызды таппаса қарғыс болады. Грейс үйден мылтықты тауып алады. Алекс күзет бөлмесінде есік терезенің бәрін ашпақ. Қыз ас үйге келгенде күзетші Стивенс те келеді. Алекс қызға қауіптенеді деп есіктерді ашып жарықтарды өшіреді. Қыз күзетшіге жолда тұрма дейді. Сөйтсем мылтық жасамайды екен. Грейс күзетшінің басынан ыдыспен ұрып қашады. Алекс әкесі келіп есікті аш дейді. Әкесі келгенше Алекс барлық құралдарды сындырып үлгереді. Сосын әйелін жайына қалдырыңдар дейді. Дэниел оны жұбатып тұрғанда әкесі Алексті ұрып ұйықтатады. Қыз қайтадан лифтіге келеді. Онда қызметші отыр екен. Қыз оған олар сені емес мені іздеп жүр дейді. Бірақ та қызметші ол мұнда деп шақырады. Сосын лифтіге
сөйтіге басы қысылып өліп қалады. Әкесі Алексті байлап тастады. Алексті тәтесі есінен алдасқан дейді. Сөйтсе фильмде осы әйелдің күйеуін өлтірген екен. Грейс секіріп қоймаға келеді. Қоймада Эмилидің баласы жүр екен. Ол бала Грейстің қолынан атады. Қыз оны ұрып ұйықтатады. Қыз шалынып құдыққа құлайды. Онда бұрын өлген еркектің жатырғанын көреді. Қыз ол жерден шығып, қолын орап үйден қашады, бірақ оны Черити көріп қалады. Қыз жолдан көлік тоқтатады. Бірақ оған ешкім тоқтамады. Стивенс қызды көлікпен қуып ұстап алады. Соңында олар төбелесіп қыз жеңеді. Ол көлікке мініп қашады. Қыз операторға хабарласып көмек сұрайды, бірақ олар бұл көліктің іздеуде екенін айтып уақыт бөлмеді. Грейс көлікті өшіреді. Стивенс қызға жетіп алып ұйықтатып тастайды. Грейс оянса қолы байлаулы екен. Рөлде Стивенс отбасымен сөйлесуде. Қыз оған шабуыл жасап, екеуі авария болады. Стивенс сол жерде өледі. Қыз тірі қалады. Осы кезде қызды Дэниел көріп қалады. Қыз өзін жіберуін өтінеді, бірақ та Томми келіп қалады. Сосын Дэниел қызды мылтықпен ұрып құлатады. Рәсім басталады. Барлығы бөтелкеден су ішеді. Бірақ отбасы қан құсады. Сөйтсе Дэниел қызға көмектесу мақсатында жасаған екен. Грейс босады, Алекс те босайды. Бір кезде Чарити Дэниелға қызға көмектеспе дейді. Дэниел тыңдамағасын, әйелі оны атып өлтіреді. Бірақ та Грейс оны ұрып қашып үлгереді. Сосын Томми келді. Қыз оны да ұрып құлатады. Үй өртенеді. Алекс ағасымен қоштасады. Bir кезде Бекки Грейспен төбелеседі. Қыз оны да қораппен соғып өлтіреді. Алекс бұны көріп оған ашуланады. Өрт күшейеді. Отбасы қызды ұстап алады. Алекс пышақты қыздың басына сұғамын деп иығына сұғып алады. Осы кезде қыз пышақты қорғану үшін қолданады. Таң атты. Бірақ отбасыға ештеңе болмады. Біраздан соң тәтесі қызды өлтірмек болғанда жарылып кетеді. Солай барлығы жарылады. Қыз Алекске жарылмас бұрын Я хочу развестись. Соңында Алекс те жарылады. Сөйтіп қыз барлығын жеңеді. Егер ұнаса каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Біздер үшін үлкен қолдау болар еді. Келесі видеода қандай киноны айтқанымды қалайсыздар? Комментке жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеоға шыққанға дейін сау болыңыздар.